арқа өңірінде естілген емес. Күйшінің ырғағы болса өксікбай қағып алар еді. Бұл неткен құдіретті толқынға көметін сарын, түсінсем бұйырмасын. Ақиық өксікбай әкесі жоқта ауыл оңашалағанда ғана қобыз жанары қимылдарына қарап отырып күлімдейді. Бір жиырылып созылған шұбар жыланның қорқуды білмейді. Ақиық алдына келіп иіріліп қобыз сарыны біткенше қимылдамайды. Үн саябырлағанда ғана ирелеңдеп үйден шығады. Даланың сұсты, тілсіз улы жәндігі сырласындай. Екеуін табыстырып жүрген қылды қияқтың сарына. Ақиық қыздың мұндай сырын ауыл ішінде еш жан білмейді. Қобыз үні өксікбайға жат естіліп ашу шақыратындай. Қызының тартқан әуенін тарта алмай-ақ қойды. Күйінген кезінде қобызды быт-шыт қылып сындыруға қолы бармай, әлде бір сезім жібермеді. Құйма құлақ күйші қаншама рет тартуға ұмтылды, бірақ ештеңе шығара алмады. Бұл бақсы тәуіптің қобызға туысқан сарын шығар, дейді күрсіне. Есіне әліп құрдасынан арғы аталарымыздың қобызбен жасаған тәуіптігі бар екен деп әліктің айтып отыратыны ойына оралып, енді көзі осы бір реңді бойжеткеннен керемет құбылысты байқап жүр. Дала жәндігі улы жыланнан, кесірткеден сескену дегенді білмейтін нәзік жанды осыдан көрді. Бойында құдіретті сиқырлы күш жанарына жинағандай, мөлдір қарақат көзі от шашып тұрады. Көркіне көз тоймайтын бойжеткен Абдрахым жүрегіне от тастады. Қолында өскен құрдасының қызын босағаға келін етіп түсіруге жігіттің әкесі қарсы бола қойған жоқ. Әліптің артынан салған сұрауға дерек болмай үн-түнсіз қалды. Ақиық тұғырға қонды. Күйеу мен қызынан тірідей айырылған әулие атадағы меңді әйел де бұл дүниеден өтіп еді. Қанатын кең жаймаған Ақиық бұл жайдың бәрі беймәлім күйде қала берді. Өткен күндер тоқтамады. Көші қонға үйренген өксікбай елі арқаға жылда жайлап жатты. Ботқашы жарқын төңірегіне өксікбайдың баласынан гөрі тәуіп келіні жылан умен емдеп жазып, сол төңіректі аузына қаратты. Қобызды аңырата тартып, құлын терісінен тіккен дорба аузын шешкенде, ішінен шыққан шұбар жылан тәуіп алдында бір шама ойнақ салады. Сол кезде қобызда сарнайды. Ауырған жан дұғаның үніне елтігендей болады. Иіріліп бір жуандап, бір жіңешкеріп барып, айыр тілді ысылдата бастағанда, Ақиық тәуіп қобызды тастай беріп, жыланның желбезегін іскен желкесінен қысып, құмыра ыдысқа уытты тамызып алады. Сол сәтте әлсіреген сұсты жәндік сылқ түсіп, қайтадан қобыз үніне ширығады. Осы уытты тізе мен белге сылағанда, семіп қалған жүйкені босаңсытып, тұла бойға шымырлай тарай бастайды. Қияғын кере тартқан дыбысқа жылан қайтадан дорбаға қарай жылжиды. Ақиық еппен, жіппен байлап дәмін алады. Бір сиқыр қобыз шанағында бар сияқты. Ырғақ иірімдері дұғаның екпіндеп барып басылатын мақымына ұқсас. Осындай дыбыспен өксікбай сескеніп, ойын тез жинап алады. Келінде бақсылық нышанды байқаған емес, бар ынтасымен асау үнге берілгенін ғана байқады. Сол ауру болған талай жанға қобызбен тартылған дұға дауа болып, арқа төңірегіне атағын жая түсті. Зікір салуды білмейді. Сиқырлы дуалы ем қобыздың шанағында. Аналық анада тәнті. Жалғыз елей қоймайтын күйеуі Абдрахым. Сауық десе суықтау. Көшпенді тірлікке үйренген кіші жүз ботқашы жарқын әулеті өксікбайды о дүниеге қинала аттандырды. Аңыраған қара қобыз Ақиыққа мұра болса, Абдрахымға үйір-үйір жылқы мен ауыл билігі тиді. Жүгі ішіндегі ботқашы жарқынның бар ауыртпашылығы әке орындағы Абдрахымда қалды. Бұл кезде екі иығына екі кісі мінгендей тұлғаланған батыр малдың да жанның да егесі. Шағын ауылдың берік қорғаны Абдрахымнан гөрі Ақиықтың даңқты тәуіптігі басым. Ақтау мен ортау көлеміндегі сал боп ауырған жанды қара қобызды тартып, жылан уылмен емдеген тәсілі ауыздан ауызға тарап жатты. Қобыз тартып, сұсты жыланды арбап емдеуі бақсы балгерге ұқсамайды. Одан тәуіптігі басым.
Ырғағы дұғаның үніндей тылсым құдіретті сиқыр билеп ала жөнеледі. Әбден шарқына келгенде барып, дорбадағы жылан да айыр тілден уын төгеді. Екеуі арбасқандай күй кешеді, кейде ұзақ арбасады. Керілген қара қылдың шалуын қалт жібермейді. Мұндай сәтте шаңсақ басу, кідіру тәуіп өміріне қатер. Улы шұбар шанақтан шыққан дыбысқа ғана мойын ұсынады. Қара қыл мен шанақ дыбысының сиқырына бағынады. Жастық жалынмен аңғармапты, санасының қыл қобыз сыңсуына жеңілгеніне өкінеді. Жігіт болып қалған баласын қобыз маңына жолатпай, бойын аулақ ұстап, кейінгі кезде сандықта ұстап жүр. Қобызын жиі алмай, мұңлы тау төңірегінен қашық жерде қолына ұстайды. Емді де сыртқары жасап жүр. Шанақтан шығар сұрқия дыбысты баласының құлағына сіңіп қалама деп қорқады. Сезім талдылығы басым әйел жаны, адам жанына аяушылық болу үшін төзімділік қинаған тұстарды жеңу оңай емес екенін түсініп жүр. Мұның жүрек түкпірін түсінетін күйеуі жоқ. Ақиық басынан да не өтпеді дейсің? Енесін жөнелткесін басынан бар қиындық өзіне артылды. Ұзап шыға алмайтын болды. Тәуіп мінезі күрт өзгеріп, қаталдық пайда болды. Өміріне қызғаныштың қызыл иттің кесірін тигізді. Абдрахым үйге тұрақтамай, бойын суық ұстап, серлікке бой алдырып, жесір келіншек пен қызға көз салатын болды. Сөз арасында ақиғай, әбекай, аңдитының қыз қырқынның жесір келіншек болды ғой, деп наз айтты. Ақиыққа жақтырмай бетіне адырая қараған күйеуі, ой қой дерсің, көршінің қызы да сөйлейтін болыпты деп жақтырмай қалды. Айтылған сөз сүйектен өтіп, бас айналғандай көзі қарауытып бара жатты. Бірақ өзін өзі ширақ ұстап, сөзге бой бермеймін дегендей қатуланып алды. Ол жастыққа көзінің жасы қалай төккенін білмей қалды. Көзі ілініп кеткен екен, атасы Өксікбай мен әжесі маңдайынан сипап, мұның не, мойыма балам дегендей басынан сипап тұр екен. Атып тұрып, өзіне жігер берді. Содан Абдрахым көңілдесіне деген қызғаныш бұрқ-сарқ қайнап қатуланды. Адам аяғы саябырда қара қобызды аңырата тартып, шерін тарқатқандай болды. Сұсты шұбар жылан буылы дорбада құйрығымен ұрғылап жатқасын бостандыққа шығарып біраз билетті. Иесінің көңіліндегі қызғанышты ұққандай, мойын ұсынып қобыздың иірімі мен шалғай жердегі жанға айбат шегіп, жылан ширыға түсті. Тілсіз улы жәндікке осылай түсініскен ақиық демін терең алған болатын. Не деген сұмдық десейші, тәуіптік атына қызғаныштың кесіріне жолдан тайды. Сұсты шұбармен сол жесір келіншектің өмірін қиды. Не деген қатыгездік десейші. Тілсіз шұбарды ақиыққа жұмсауға қиынға түскен жоқ. Адам тағдыры оңай дейсің ба? Содан кейін айдан аса төсек тартып жатты. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тариды деген рас екен. Абдрахым көңілдесіне жылан тиіпті дегенді естігенде тынысы тарылғандай болды. Терең демін зорға алды. Күйеуінің қабағы түсіп, күйініп, іштегі жалынын білдірмеуге тырысып жүргенін байқады. Ақиық айнамен көргендей жан күйзелісін сезіп, біліп отырғанын қайдан білсін. Қызғаныштың қасіретті, бейкүнә жанның жолын осылай кесті. Имандылық адал жолдан тай тұяғындай жамбы сүріндірді. Тәуіптің көңілі шоқтай жанған адал дүниенің көркін бұза берді. Сүйіп қосылған қосағының өзі, Сәлмен байдың қос күреңін бәйгіден келтірмеу жолын жымысқы зымиян жігітпен бірге қолдайтындығын сездірді. Ақбастауда өтетін аламан бәйгеге неше сәйгүлік бағын сынамақ. Арқа өңірінде бой бермей даңқы жер жарып жүрген Сәлмен аты өрге домалай, жан баласын менсінбей қырын қарап тұрған кезі. Осы жарысқа қатыстырмай сүріндіру бір келсе ақиық тәуіптің ғана қолынан келеді. Сол келіншектің тілін тапса, отша жанған жамбы кімде болса да жолдан тайдырары қақ. Күйеуінің көз қарасы Сәлменге қарсы. Дүбірлі жарыстан бұрыңдау келістірген жас жігіт қара шалға суыт жүріп кетті.
берілген уәде сертпен тең, қандай бір қиындық болса да орындау шартпен тең. Сандық түбіндегі жамбының салмағының зілі бар. Түн баласы жүрегін тоқытқан запыран қинады. Жақсылық пен жамандықтың арасына көзін ілсе, дұғада кеудесін кернеді. Орындалмаса әлде бір қатерлі алмас қылыштың жүзі қылша мойынды қиып түсетіндей әлде бір күйзеліс жанына батты. Бұрынғы қызғаныш түк емес екен. Қара қобыз шанағынан шыққан үн сарнағанда улы шұбар межелі жерден санаға дәл деген. Жаманды құйрығы бірақ тұтам, кеш емес арылуға тырыс дегендей. Енді бір сәтте пендешілік шалыс ой жеңіп кетіп, кірпігі айқаса берді. Жамбы болса шоқтай боп сандықтың түбінде санасын жеңіп барады. Тұла бойына қатыгездік пайда болып, босаңсыған көңілін тез ширықтырып, адал жолдан тайдырып бара жатыр еді. Қыл қобыздың әуеніне масаңсыған улы шұбар есіре сол бәйгеде қос күрең қасқаның қара тұяғына уын төкті. Даңқы аспандап тұрған сәлменің туын жығып, ұлы таулықтар бәйгені алып кетті. Бірақ ақиық тәуіп санасында қатерлі ызың дыбыс кетпей қалды. Бәйге күреңнің сермеген артқы тұяғы сарбас жыланның құйрығын басып еді. Уын төгіп әлсірей ызаланған сарбастың бойында егесіне деген ызалы кек қалды. Тәуіп жұмсар алдында қобыздың бір шалуы кем болып, сарбас шұбарды өршіктіріп қинаған. Қобыз дұғасын тартып отырған ақиықтың қатты керген қылы үзіліп, сиқырлы үн улы шұбарға толық тармаған. Оның үстіне жаяу тұяқ тілсіз шұбарды жаралады. Сұсты шұбар шұбатыла бойын зорға жинап, қос айыр тілін сумаңдата ысқырды. Ұзалы тұла бойы кекке толы, бір жуандап бір жіңішкерді. Жан жақты шаңдатты. Осындай шұбарының қауіпін сезген тәуіп қара қобызға қыл тағып өзгеше мінез танытты. Бала күнінде құлағында қалған әліптің тартқан әуенін көңіренте толғап жоқтады. Жанын шүберекке түйгендей қиналды. Мұңлы тау теңселіп тұрғандай. Күнді күнге ұрып, ақиық қолынан қобызын тастамады. Бақсы дейін десем, бақсы емессің, кейінгі күндерің өзгеше сарында ғой, бойды шымырлатты, деді күйеуі Абдрахым мен баласы таң қалды. От шашқан жанары бір нүктеге қадалып, атасы өксікбай тартатын күйге ауысып сарлатты. Тоқтаудың жолын таппай отырғандай. Қияғын іркіп демін ала берсе, сарбас жылан басын көтеріп, айыр тілін жалаңдата өзіне жақындағандай елестейді. Жақындатпай тұрған қобыз шанағынан шыққан сиқырлы үн ақиық қобызды баласына ұстатпағанына қуанды. Өзіне оқталған кекті жауын тоқтатар сарынды тастап, жаңылсып толықси берді. Таң құлап иектен келе жатқанда тәуіп келіншек қобызды сандыққа салып толықси шаршап қалып кетті. Сандық ішінде қобыз бен құйма жамбы қатар жатыр. Тәтті ұйқыға ене бергенде таң шабағы шашыла бере, ызалы сарбас жылан ақиықтың табанына кеп уын төгіп жіберді. Бірнеше күннен ұйқы көрмей әлсіреген келіншек дыбыстауға шамасы келмей пара айтқаны. Жалған жарық дүние деп барып көз жұмғанын ешкім білген жоқ. Өлген жылан көрпе шетінде ұзыннан жатыр еді. Ақиық тәуіп осылай өмірден өтті.